Құрметті менің көрермендерім, мен қазір бізде түс болған кезге обедке ертерек бір тамақ әзірлеп қояйын дедім. Ол үшін мен ұн дайындадым, су, тұз болды. Қазір қамырын илеп қоямын да, қалған салмасын қалай көрсеткенімді сіздермен бөлісетін боламын. Мен тұз бен суға ғана осындай аса қатты да емес, аса жұмсақ та емес, орташа ғып осындай нанымды дайындадым. Енді кішкене тұндыруға жіберейін. Тұз бұрышын қосып, мен фаршымды қазір араластырамын. Менің кішкентай қызым ұйықтап жатыр да, видеоны өзім түсіруге тура келіп жатыр. Оған айып етпеңіздер. Мен фаршымның картошкасы мен сарымсағын қосып, бұрышын тұзын қосып қойдым. Илеген қамырымды 4-ке бөлдім. Қазір мен жақсылап жаятын боламын. Майды өстіп фаршқа араластырмай, осыған араластырып алдым. Енді қолдарыңыз май болып қалмас үшін мен мынандай лайфхак пайдаланамын. Өйткені қазір оны жуып, оның бәрін әурелеп жатқанша, өстіп майды барлық жеріне жағып алуға болады, қолыңызды былғамай. Енді фаршын салайын. Фаршты да мен табақта тұрғанда мөлшерлеп, осылай 4-ке бөліп алам. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүйтіп. Сосын осының бір бөлігін полностью жаймаңызға салып аласыз. Сосын осыны бүйтіп жайып аласыз. Менің каналыма тіркеліңіздер. Ас мәзіріндегі лайфхактармен бөлісетін боламын. Пешіміз жанып тұр. Қазір тамағымызды қойып қойсақ, біз енді бір айланып келген кешекті дайын тұрады. Қолымды бұлғамай, өстіп аккуратно жасап жатырмын. Оның қазір май болса, оны жуу керек, оның бәрі жұмыс. Мәселе, мен ерініп тұрған жоқпын, уақыттың тығыздығы. Енді осыны бүйтіп жауып аламыз. Енді мантоваркамыз су қайнап жатыр.